Бүгінгі видеода мен Lynch Minecraft-ге модтарға обзор жасаймын. Бұл видеода шейдерлер, мебельге мод, машинаға мод, және де тағы да басқа модтар болады. Ал ендеше біз бастаймыз. Ал бірінші модымыз бұл қаруға арналған мод. Бұл модта түрлі автоматтар, пулемет, пистолеттер бар, бірақ Lynch'тің бір қорқынышты Minecraft фильміндегідей Джон қолданған пистолет жоқ, өкінішке орай, бірақ бұл модта қаруға арналған анимациялар болады, және де гранаталар, тағы да басқа прочие қызық заттары бар. Өте қызық мод, сіздерге советую. Ал ендеше біз басқа модқа кеттік. Ал келесі мод бұл бізде шейдер. Мынандай өте мықты шейдер. Бірақ бұл Lynch'тікінде емес, өкінішке орай, бірақ Lynch'тікіне ұқсайды. Өте мықты шейдер, сериалдарға жарайды деген ойдамын. Маған ұнады, болашақ сериалдарыма қолданамын. Келесі модқа өтейік. Ал келесі модымыз бұл бізге өте көп фурнитур, яғни жиһаз береді. Бұл жерде өте көп жиһаз бар. Бәрін көрсетуге менде уақытым жетпейді деген үміттемін, бірақ мына жерде кішкене бөлігін әшейін көрсетемін. Мен бұл модты өзімнің бір фильмдерімде қолданғам. Егер ол фильмді көргілеріңіз келсе, ссылкасы комментарияда тұрады. Ал мына жерде міне осындай әдемі модтар бар. Мынандай, бұл енді не екенін білмеймін. Және де мынандайлар бар. Өте ыңғайлы. Мен бұны өте көп дегенде бұрынғы каналдарымда өте көп қолданғам. И сіздерге советую. Ал мына модта өте көп машиналар, транспорттар бар. Өте көп транспорттар бар. Енді бәрін сіздерге көрсетіп үлгермеймін, бірақ маған ұнаған дегенде қолыма түскен бүкіл емес. Енді маған ұнаған машиналарды көрсетемін. Сіздерге мысалы мынау машиналар ұнайды дегенде көрсетемін, бірақ бұны ашу үшін кілт керек, және де бір машиналарда есігін ашу үшін анимациясы бар. Lynch'тікіндей өте қызық. Рулінде де анимация болады, өте қызық. Мына жеріне кілт саламыз, тағы да бір үлкен машиналарды қойып көрейік қазір. Міне мысалы, осындай мықты машина бар, мықты сериалдарға арналған. Тағы да бір машина бар, ол фургон. Мынандай есіктері ашылады, бұның 4 есігі. Мынандай медицинский, бұның ішінде бір комната болу керек, өйткені мен көргем обзорда. Мынандай комната, өшір бір сериал түсірсек болады, как будто бір зомби апокалипсис осы іште кетіп баратқандай. Типа сондай өте көп машиналарға мод, және де бізде бір танкіге мод бар. Ол енді мод дегенде танкі бар осы модта. Бірақ бұның атуы өте анимациясы жоқ. Қызықсыз десем де болады. Маған именно осы танкі ұнамады. Бірақ енді Minecraft-пе болғаннан болады, және мынандай бұл неде мотоцикл ма? Осындай мотоцикл бар. Тағы да гелоскутер бар. Гелоскутерге отсақ болады. Бұл гелоскутерлерге керек емес. Өте мықты, нормально видео түсіргендерге болады, жарайды. Бірақ мен сіздерге советім Minecraft сериал или фильм түсіргенде жалғыз түсірмеңіздер. Өздеріңізге қиын болады, және де қызықсыз болуы мүмкін. Ал сіздермен болған мен, Даник. Бүгінгі видеода Lynch'тікіндей модтарға обзор жасадым. Егер сіздерге ұнаған болса, екінші бөлімді шығарамын. Сіздермен болған мен, Даник. Барлықтарыңызға пока.